Керемет, естіліп тұрса. Бүгін сіздерге мен әйелдердің денсаулығы туралы, әсіресе екінші переходной возраст, бұл менопауза туралы айтқым келіп еді. Ең бірінші бастағым келіп отыр, менопауза деген не екенін, және қай жаста болатынын, және де қандай оның түрлері бар екен, иә. Негізі менопауза бұл табиғи біздің екінші мәрте, былайша айтқанда, переходной возрастымыз ғой. 15 жаста пубертатқа келетін болсақ, яғни гормон жоқ моменттен гормонның бар моментіне келсек, менопауза гормонның бар моментінен жоқ моментіне қайтадан организмді үйрету болады. Бұл жерде организмді бұл менопаузаға дайындау керек. Не үшін? Себебі бізде менопауза кезінде, менопауза жасына біз өте көптеген, былайша айтқанда, букет аурулармен барамыз. Ал менопауза, яғни гормонның азаюы және де өндіріс гормонның сіздің яичниктағы азаюы сол букет ауруларды ары қарап қоздыруы мүмкін. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты таңдаған кезде біз қандай тақырып таңдаймыз деп енді ұзақ ойландық, және де осы тақырыпқа енді былайша айтқанда әр әйелдің басына түсетін момент қой. Сондықтан осы тақырыпты бүгін қозғауды жөн көрдік. Біріншіден, менопауза дегеніміз етеккірдің 12 ай бойы болмауын айтамыз. Яғни бүгін мысалға 4 декабрь болатын болса, 2025, 4 декабрь 2024-те етеккір бітті, келген жоқ, содан бері 1 жыл бойы біз сол кезде ғана менопауза дейміз. Бірақ менопаузаның өзінің түрлері болады, иә. Нормада бұл 45 жас пен 50 жастың аралығында болады. Тоқтауы қажет. Бірақ осы тоқтаудың алдында 5-7 жыл алдын сізде алғашқы, былайша айтқанда, звоночектар пайда болады. Кейбір қазіргі кезде тенденция бар, жас қыздарда 35 жаста уже менопауза, былайша айтқанда. Бірақ біз оны менопауза деп айтпаймыз, оны преждевременное истощение яичников, яғни аналық бездің ерте жұмысының бітуі. Ерте менопауза деген бар, 40 жас пен 45 жасқа дейінгі аралық. Ал кеш менопауза бұл 55 жастан және ары қарап етеккірдің тоқтауы. Әрине ондай бақытты жандар қазіргі кезде, өтірік айтпай-ақ қояйын, өте аз келеді. Бір 50 пациент келетін болса, именно менопаузаға қатысты, соның ішінде максимум 2-інде ғана солай болуы мүмкін. И то 1-інде. Ең көп кездесетіні қазіргі жастардың аралығында, енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жасты ұзартуына байланысты қазіргі кезде 45 жасқа дейін бұл молодой возраст, яғни жас кезең, былайша айтқан кезде, жастық шақ. Сондықтан да 15 жаста, кешірім сұраймын, 35 жаста етеккірдің тоқтауы деген бұл сұмдық жағдайлардың бірі. Енді не үшін бұл сұмдық жағдай деп мен айтып жатырмын, соған байланысты айтып көтейін. Себебі бізде аналық безінде, жаңағы анамыздың ішінде жатырында жатқан кезде, яғни әйел адам болып туылатынымыз анықталды, 46XX хромосомасы бізде анықталды. Сол анықталғаннан кейін яичник пайда болады. Сол яичникта анамыздың ішінде жатқан кезде определенное количество яйцеклеток, фолликулдар беріледі. Яғни ол ғылымға сенетін болсақ, ол примерно 2-3 миллиондай ананың ішінде жатқан кезде. Туылғаннан кейін ол 1,5 миллионға дейін азаяды деп айтылады. Және де 14-15 жаста, яғни алғашқы етеккірге келген моментте кейбір источник бойынша 500 мың, кейбір источник бойынша 800 мыңға дейін ғана фолликул қалады. Әр ай сайын етеккір келеді, яғни осы фолликулдардың саны азайып отырады. Яғни бұл фолликул дегеніміз не? Оның ішінде, былайша айтқанда, осындай маленький не болады, кистосақты образование. Ортасында бұдан яйцеклетка, аналық жыныс жасушасы, және ішінде бұның эстроген, прогестерон, тестостерон, ингибин Б, антимюллер гормоны және тағы басқа 1045 түрлі гормондарды, ферменттерді бөлетін заводтар болады. Сол фолликул таусылса, осы заводтардың да таусылуын білдіреді. Ендігі тірлік. Бұл заводтар өндіретін эстроген гормоны біздің ағзамызға беретін әсер керемет, орасан зор. Былайша айтқан кезде, мына сіздің шашыңыздың ұшынан, башпайыңыздың ұшына дейінгі деніңіздің сау болуын ынталандыратын гормонның бірі осы. Әйелдерде бұл
эстроген, ер адамдарда тестостерон. Тура біз сияқты әйел адамдарда менопауза болатын болса, ер адамдарда да андропауза болады. Бірақ та бұл жерде ең бірінші бізде тестостерон өндіріледі, яичникте сол тестостероннан барып эстроген өндіріледі. Ендігі тірлік, осы тестостеронның және эстрогеннің өндірілуі үшін бізге қажетті определенный моменттер бар. Эстрогенді өндірілу үшін біз май керек. Май. Кәдімгі бізде қазіргі кезде енді айтса көп адамдар ренжиді, әсіресе мен әйел кісілермен көп жұмыс істеген кезде. Сіздің рационыңызда қаншалықты майдың үлесі бар? Көбісінде май былайша айтқанда жоқ деп те айтсақ та болады. Себебі, ой, мен май жесем жүрегім айниды, құсқым келеді, ішім не то болады, метеоризм болады, ішім өтеді, ішім қатып қалады деген сияқты 1045 сылтау айтылады. Көбісі майды ұнатпайды. Бірақ именно осы животный және де растительный жырдан біз холестерин, триглицерид деген дүнияны аламыз. Осы майдың арқасында осы холестерин барады яичникке, қан тамыры арқылы сөйтеді, сол заводта бірінші тестостерон, соң эстроген өндіріледі. Және де етеккірдің жаңағы менструальный циклдың овуляция фазасында осы жаңағы фолликулдың ұлғаюы болады және оның жарылуы, біз овуляция деп айтамыз. Именно сол кезде тестостеронның, эстрогеннің пигі болады. Яғни осы пик кезде эстроген неге әсер етеді? Ең бірінші бұл әсер етеді сіздің қан тамырыңызға әсер етеді. Қалай? Біздің қан тамырымыздың өзі біздің сырттан келетін эмоцияға әсері бар. Яғни жындансаңыз, біреумен ұрыссаңыз, ренжісеңіз, негативный эмоция болатын болса, біздің организмде вазоконстрикция дейді. Яғни мына тамыр былай жиырылып қалады. Не үшін жиырылады? Себебі біздің ағза, бұл эволюция пәленбай миллиард жыл бойы неғып келді ғой, дамып келді. Сіздің ағзаңыз, мен мысалға көршіммен, күйеуіммен, енді осы сіздің организміңіз пәленбай миллиард жыл бойы үйреніп қалған эволюцияның кезінде, то, что сізде артыңыздан мысалға қасқыр ит қуып келатқан кезде кортизол көтеріледі. Бізде основной жұмыс істеу керек стресс кездегі орган, бұл сіздің мышцаңыз, яғни жүгіруіңіз керек, және де сіздің миыңыз. Қайқа жүгіретіңізді білуіңіз керек и жүгіруіңіз қажет. Сондықтан да қалған бүйрек, өкпе деген сияқты ас қорыту, репродуктивная функция, мысалға, ондай функцияға біз қоректік заттарды ол кезде жібермейміз. Соның арқасында сол органдарда вазоконстрикция болады бізде. Яғни сосудтарымыз былай жиырылады. Енді қараңыз, қазіргі кезде бізде ондай ит қуатындай жағдай өте аз. Көбінде біз эмоцияны біреуге ренжісу арқылы және тағы басқа негативный эмоцияны солай аламыз. Организм ойламайды, мына артынан ит қуды или мен ренжістім. Екеуінің болу механизмі бірдей. Сондықтан да тура осы вазоконстрикция болады. Вазоконстрикцияны ең қатты ұнатпайтын органдардың бірі бұл жүрек және де сіздің миыңыз болады. Ал енді осыған біз эстрогенді алып келейік. Эстрогеннің арқасында осы эстроген бізде мына сосудтың ішінде, егер бүйтіп сосудты ашатын болсақ, домалақтың ішінде, латын тілінен аударғанда эндотелий деп аталады. Яғни сосудтың қан тамырының ішкі қабаты. Қан тамырының ішкі қабаты қаншалықты сізде сау, соншалықты сіздің өміріңіз өте ұзақ болады және сапалы болады. Яғни сапалы деген сөз қосымша ауруларыңыз болмайды, созылмалы деген сөзді білдіреді. Осы эстроген эндотелийдің ішіне әсер етеді де оксид азота деген, яғни сондай медиаторды бөледі. Соның арқасында вазоконстрикция қатты болмайды, только өзі керек болу керек, нормада ғана болады. Екі, жүректің сосудтарын біз тәжді сосудтар деп айтамыз, коронарный сосуд. Естісеңіздер, коронарография, аортокоронарное шунтирование деген операция бопты жүрекке деп айтып атады ғой. Вот, тура осы жүректің өзін қоректендіретін артериялар. Оны біз тәжді деп айтамыз, коронарный артерия. Сол артериялардың денсаулығын қамтамасыз етіп отыратын осы эстроген гормоны бізде әйел кісілерде. Ер адамдарда ол тестостерон болып табылады.
Екінші, осы эстроген эндотелийді сау қылып ұстайды. Соның арқасында сіздің қаныңыздың ішінде жүзіп жүрген холестерин, триглицерид, жақсы липопротеид, жаңағы жаман липопротеид деп айтамыз, липопротеид низкой плотности, высокой плотности. Осының барлығы осы қан тамырының астына, эндотелийдің астына кіріп, атеросклероз болдыртпайды. Осы эстроген жасайды. Соны ең бірінші. Екінші, эстроген бұл біздің миымыздың қоректік заттармен қамтамасыз етілуін, гипоксия болмауын ұзақ соны сақтайды. Қалай? Соның арқасында, эстрогеннің арқасында біздің миымызда Альцгеймер ауруы, деменция ауруы жас кезде болмайды. Даже Паркинсоннан да сақтайтын эффектісі бар. Сондықтан да біз менопаузаға дайындалу керек деген сөзді айтатын себебіміз осы. Эстроген гормоны бұл 32 онкологиялық аурулардан әйел адамның ағзасын қорғайды. 32 ауру. Болады иногда то, что кейбір нелер, жаңағы мамандар, мысалға біз менопаузальды терапия ретінде, яғни қолданамыз кей кездері гормондарды. Кей кездер емес, қазіргі кезде басым белең алып жатырған терапияның бірі бұл гормоналды терапия деп аталады. Сол кезде қолданылатын эстрогеннің белгілі бір, яғни побочкасы бар. Енді побочкасы қалай болуы мүмкін? Ол кейбір моменттерде, егер сізде өзіңіздің тұқым қуалау, наследственность деп айтамыз ғой, тұқым қуалау сізде именно рак молочной железы бойынша кішкене отягощенный болатын болса, ол кезде, возможно, рак молочной железы шақырылуы мүмкін. Бірақ оны қалай тексересіз? Осы менопаузаға тексерістің ішіне осы нәрсені біз кіргіземіз. Бұл сіз барасыз, қан тапсырасыз. Генетикалық сараптама деп аталады. Ол BRCA1 және BRCA2 гендарын анықтау. Мысалға, Анджелина Джолиді айтатын болсақ, Анджелина Джоли өзінде осы екі генді анықтады. Бұл екі ген сізде рак молочной железы болатындығын айтады. Сондықтан прям BRCA1, BRCA2 деп аталады. Ағылшынша BRC, қазақша А. И 1 рим цифрымен, или же 2 деп аталады да. Осы екі генді сразу анықталынады. Ол алимп, инвиво, сондай бүкіл лабораториялар тапсырылады, кәдімгі қаннан, өміріңізде бір-ақ мәрте тапсырасыз генді. Енді қараңыз, осы Анджелина Джоли осы генді анықтады, өзінде бар екенін білді, молочная железаны полностью алып тастады. И яичникті да полностью алып тастады. Сөйтті да менопаузальный гормональный терапияға өзі қазір көшіп отыр. Қазір қарасаңыз, вроде бы Анджелина Джоли өте әдемі жас әйелдердің қатарына кіреді. Ненің арқасында? Осы менопаузальды терапияның арқасында. Екінші момент, менопаузальды терапияға біз, точнее, менопаузаға қалай дайындаламыз, Менопаузаға дайындалған кезде міндетті түрде тексерілетін, тапсыратын сіздердің анализдеріңіз бар. Бұл ең бірінші банальный жалпы қан анализі. Одан нені білеміз? Анемия бар, жоқ. Өте көп әйелдерде анемия бар, және де қоя бер соны. Кімде жоқ дейсің, анемия екінің бірінде бар ғой деген дүния шығады. Анемия ең қатерлі және де маскасы өте кең таралған аурулардың бірі болып табылады. Көбіміз о нәрсені должным образом бағаламаймыз анемияның. Бірақ анемияның алып келетін салдары өте көп. Сондықтан да бар ма анемия? Міндетті түрде препарат железа қабылдағандарыңыз дұрыс. Ол стандартный нәрсе. Екінші момент. Біз общий анализ крови арқылы B12, B9, B6 витаминдардың жетіспеушілігін де анықтай аламыз. Сіздің организміңізде қабыну бар ма, жоқ па, сол нәрсені де анықтаймыз. Енді қараңыз. Сонымен бірге біз қазір айтып өтейін, сұрақ-жауап айдарын давайте соңғы жағында жасайық, чтобы мен сұрақтарыңызға қазір көзім былай түсіп кетіп жатыр да, и мысль теряю. Сондықтан соңғы жақта давайте біз сұрақ-жауап айдарын жасайық, мен сол кезде сіздерге сұрақтарыңызға жауап берейін. Екінші, биохимия. Не үшін? Жаңа мен айттым. Біздің организмде майдан жасалады.
эстроген гормоны. Және де эстроген гормонын қолынан бүйтіп ұстап алып клетканың ішіне кіргізетін бұл белоктар. Сондықтан биохимияда міндетті түрде белокты білесіз, альбуминді білесіз, яғни белоктың бұл түрі. Екі түрі болады, біреу альбумин, біреу глобулин деп аталады. Сондықтан біз альбуминді білеміз, және де холестеринді білесіз. Яғни сізде кірпіштер бар, үй соғу үшін үйіңіз бұл эстроген. Яғни эстроген жоқ па, өндірілмеді ма, оны істейтін құрылысшылар жоқ, бітіп қалды, былайша айтқан кезде. Яғни кірпішіңіз көбейе береді. Кірпіштің өндірілуі тоқтаған жоқ. Үйді соғу тоқтады. Сондықтан да біз осы кірпіштің жағдайы холестериннің жағдайын білеміз. Липопротеид низкой плотности, липопротеид высокой плотности, триглицерид, общий белок, альбумин және де бауырдың функциясын білеміз. Не үшін? Себебі осы айтып отырған механизмдердің барлығы бауырда өтеді. Сондықтан да АЛТ, АСТ, билирубин деген секілді анализдерді міндетті түрде тапсырасыз. Сонымен бірге міндетті түрде именно осы біздің Қазақстан Республикасында енді жақсы айтсам болады. Жалпы Қазақстан Республикасында бізде вакцинация жоқ ВПЧ-ға қатысты. Сондықтан да рак шейки матки бізде бірінші орында. Именно осы менопаузаның алдында, 40-45 жастың алдында, жидкостная онкоцитология тапсырасыз. Ол нені білдіреді? Шейкадан кәдімгі мазок алынады, и соның арқасында сізде рак бар, жоқ деген ең оңай сұраққа жауап бересіз. Екінші, маммография тапсырасыз. Яғни молочная железада қандай да бір изменение болып жатыр ма, болып жатырған жоқ па. Егер де мысалға УЗИ түседі, кейбіреулер УЗИ береді, кейбіреулер маммография береді. Разницасы неде? УЗИ 2 мм және одан жоғары образованияларды анықтайды. Ал маммография анықтайды 1 мм және одан жоғары. Сондықтан да біз, когда 40 жастағы әйел кісілер келген кезде, маммографияны 40 жастан басталады қыздар. 40 жасқа дейін міндетті түрде тек УЗИда ғана көреміз біз. 40 жастан бастаған кезде УЗИ мен маммографияны бірге береміз. Сондықтан да міндетті түрде екеуін бірге тапсырғаныңыз дұрыс болады. Және де УЗИ органов малого таза, ол само собой, және ең басты, менде менопауза жақындады, жақындамады деген моментті қалай білемін деген сұраққа антимюллеровый гормонды тапсырасыз. Антимюллеровый гормон бұл сіздің яичниктағы, мына жаңа мен айтып өткен фолликулдардың ішінде өндіріледі. Антимюллеровый гормон қаншалықты төмен, сізде, значит, фолликулдардың саны азайды деген сөзді білдіреді. Сонымен бірге ФСГ, фолликул стимулирующий гормон, және ЛГ, лютинизирующий гормон. Осы екі гормонды анықтайсыз. Егер де ФСГ, ЛГ бұл гормондарды гинекологияда біз екінші және де үшінші күні тапсырамыз етеккірдің қыздар. Ұмытпаңыздар, как попало тапсыра бермейміз. Не үшін? Себебі оның результаты өтірік шығады, и сіз менде либо менопауза жоқ деп айтуыңыз мүмкін, менде менопауза жақын деп болжауыңыз мүмкін. Сондықтан да уақытылы тапсырғанымыз дұрыс болады. Екінші, үшінші күні. Айта өтейін, көп қыздар осы түсінбей жатады, неге екінші, үшінші күні деген. Себебі біздің ағзамызда гормондардың мынандай пиктары болады. Ал осы гормондардың біз плато деп айтамыз, ең төменгі шегі етеккір кезінде болады. Сондықтан да етеккір кезінде ең төменгі шегін анықтаймыз. Ең төменгі шегі бізде 12-ге дейін болу керек, ФСГ. Егер 12-ден жоғары болатын болса, келесі циклда тағы да тапсырасыз. Яғни жақындап жатырса. Бұл жаңағы менопаузаның өзінің бір қоятын моменттердің бірі. Диагнозды нақтылайтын момент. Осы ФСГ-ның 12 және одан жоғары болу 12,5-нан. Егер 12,5-нан жоғары болды ма бір рет, екінші мәрте тағы тапсырасыз. Гормондарды біз көбінде 2 мәрте тапсырғаннан кейін айтамыз, сізде осындай болып жатыр деп. Бір мәрте бұл бізге идеальный картинаны бермейді. Сондықтан 2 мәрте деп айтып жатырған сол. Ал антимюллеровый гормонға келетін болсақ, ол 1 мәрте жеткілікті. Біз жылына 1 мәрте 30 жастан асқан қыз балаларға всегда айтамыз. Жылына 1 мәрте антимюллеровый гормонды анықтап қойыңыз. Антимюллеровый гормон төмен түсіп жатыр ма, яғни өмір сүру сапаңызды өзгертіңіз. Себебі антимюллеровый гормонды көтеретін ешқандай препарат жоқ. Сразу айта салайын. Екінші момент, бұл жаңағы диагностикасына байланысты жаттарды айтып өттім. Енді менопауза, жаңа мен айттым,
инфаркт, артериальды гипертония, инсульт, альцгеймер, деменция, 32-ден астам аурудың түрлерін профилактика жасайды. Сонымен бірге остеопороз. Осы туралы айтып өткім келіп жатыр. Не үшін? Себебі енді осы жазда өзімнің семьямда осындай бір қайғылы оқиға болды. Анам неге түсті? Аварияға түсті. Осы аварияға түскеннен кейін ол кісінің жасы 61-де. Сол кезде мынау жамбас сүйектері сынды. Жамбас сүйектері сынды. Ол кісіде кезінде 45 жасында, егер өтірік соқпасам, 45 либо 46 жасында. Сол кезде гинекологтар миоманың әсерінен және де гинекологтардың дұрыс емес тактикасының әсерінен деп айтайын, ет-жекті тоже бірге алып тастаған болатын. Яғни оны біз посткастрационный синдром дейміз. Жаңағы нелерді айтып жатамыз ғой, жан-жануарларда кастрация жасап тастаймыз деп ше. Бұл бізде де бар, әйелдерде де, еркектерде де кастрация деп айтылады. Яғни жыныс бездерін алып тастау. Сол кезде сол гинекологтар ары қарап бәрібір де босанбайсың ғой деген секілді дүниямен неғылады, алып тастайды. И соның әсерінен қазір 61 жаста остеопороз дамыды. Обычно табиғи менопауза немесе жасанды, жаңағыдай менің анамда болғандай менопауза кезінде 15 жылдың ішінде остеопороз дамиды, егер сіз емделмесеңіз. Остеопороз дегеніміз бұл бізде сүйектердің борпылдақтығы, былайша айтқан кезде. Яғни пористі болады ғой. Соның әсерінен, егер травма алатын болса, жазылу процесі өте қиын болады және өте ұзақ болады. Обычно кімдер, травматологтар бізде айтып жатады, мысалға, жасыңыз қаншада, тура соншама күннен кейін гипсті примерно снимать етеміз деп. Ал бұл жағдайда олай болмайды. Жазылу процесі иногда егер де түтікті сүйектер болатын болса, нормада жаңағы 1-2 айдың ішінде жазылу керек. Ал бірақ та остеопороз кезінде ол 6 ай, 7 ай, 8 айға дейін созылады. Ал именно осы остеопороздың алдын алатын гормондардың бірі бұл бізде эстроген. Табиғи профилактикалаушы. Ол не істейді? Эстроген біздің сүйегіміздің ішіндегі остеобласт және класт, яғни строительдер и разрушительдер болады. Сүйекті. Сол жаңағы сүйекті, жаңағы строительдарды ынталандырады. Былайша айтқанда, строительдерге премия беретін бұл эстроген. Ал разрушительдерге санын қадағалап отыратын, артық істемеңдер, үйтпеңдер, бүйтпеңдер деп солардың тірлігін қадағалап отыратын тоже эстроген. Сондықтан да эстроген төмен түскеннен кейін строительдер азаятта, разрушительдер көбейіп кетеді. И сіздің сүйегіңіз өте борпылдақ болады. Яғни үлкен кісілерде сүйек сынатын болса, әйел адам, ер адам жазылуы өте ұзаққа созылады. Сондықтан да айтып отырғаным осы, менопаузаға міндетті түрде, әдемі түрде дайындалу қажет. Ендігі тірлік. Менопаузаға дайындалатын анализдердің ішінде витамин D тоже кіреді. Енді омега-3 индексті анықтау тоже кіреді, бірақ та біздің Қазақстанда енді ол омега-3 индексті анықтау қатты дамымаған. Біз омега-3 индексті анықтамаймыз да, не үшін? Себебі біздің Қазақстан эндемиялық зонаға кіреді. Яғни ешқандай теңізбен, мұхитпен біз шекараласпағаннан кейін теңіз және де мұхит өнімдерін, яғни балықтарды, морепродуктыды тұтыну өте аз. Сондықтан да бізде йод жетіспеушілік жағынан, омега-3 жетіспеушілік жағынан, витамин D3 жетіспеушілігі жағынан өте ең бірінші орындарда боламыз, былайша айтқан кезде. Сондықтан да витамин D3 міндетті түрде анықтайсыздар, және де ТТГ, щитовидная железаның функциясын тоже анықтайсыздар. Себебі щитовидная железа бұл дирижер всех гормонов. Енді қараңыздар. Менопауза кезінде біз гормональды терапия ұсынамыз. Ол бірақ индивидуалды болады. Жаңа мен айтып өткен анализдердің қорытындысы бойынша, бірінші момент. Екінші, менопаузаға дайындық барысында мен не ішемін деген сөз болатын болса, ең бірінші сіз бастайсыз витамин D3-дан. Не үшін? Витамин D3 бұл прогормон деп аталады. Яғни гормонның алдындағы зат болады. Тура осы гормонның алдындағы зат
бұл витамин D3 болады. Не үшін? Себебі витамин D3 сіздің ағзаңызда, хромосомаларыңызда теломер деген болады, яғни иығы. Сіздің хромосомаңыздың иығы қаншалықты ұзын, сіздің өміріңіздің жасыңыз былайша айтқанда соншалықты ұзын болады. Именно осыған витамин D3 өте жақсы әсер етеді. Және де витамин D3 сіздің ағзаңызда миоманың, эндометриоздың профилактикасымен айналысады. Плюс еще. Ол дәлелденген бізде доказательная медицинада, әсіресе миома бойынша өте жақсы витамин D3 бізде жақсы зерттелген. Екінші момент. Витамин D3 прогормон деп айтып жатырмыз ғой, жаңағы яичникте бізде оксидативный стресс болады. Жаңағы стресс әсерінен. Соның кезінде сіздің фолликулдарыңыз, былайша айтқанда, күйіп, жанып кетпес үшін бізге витамин D3 мен омега-3 керек. Не үшін? Оксидативный стрессті сіздің ағзаңыздағы төмен түсіретін ең бірінші бұл омега-3. Витамин D3 мен бірге. Витамин D3-ді енді қараңыздар, қалай қабылдаймыз? Витамин D3-ді қабылдағанда осы New Wave компаниясының витамин D3-нің ішінде плюс еще витамин Е бар. Біз айтамыз, ол репродуктивный витамин деп. Это жаңағы оның ішіндегі дозировка витамин Е-нің идеально сіз үшін профилактикалық дозада қолданғанға. Ал енді витамин D3-ді сіздер қолданасыздар міндетті түрде. Енді сізде өте төмен болатын болса, Олимп бойынша егер өтірік соқпасам, бұл 30-100-дің арасында норма деп қаралады. 30-дан төмен недостаточность. Там недостаточность бойынша олар бөлінеді өте қатты, орташа, жеңіл түрде деп, иә. Енді сізде примерно 10-ға дейін болатын болса, күнне примерно 5 жаңағы впрыск деп айтамыз ғой, сол 5 впрысктан қабылдайсыздар. Желательно бұл New Wave витамин D3-нің ең не очень жағы деп айта салайын сразу, тез көтереді витамин D3-ді. Витамин D3-ді тез көтеріп тастайды, сондықтан да өте ұзақ 5 дозадан қабылдамаңыздар. Сіздер қабылдайсыздар примерно 2-3 ай, ол жеткілікті. Примерно сізге 80-90-100-ге дейін көтереді. Сонсоң благополучно профилактикалық доза бірақ впрысктан ғана қыздар қолданасыздар. Бір впрыск сіздің осы 80-90-ыңызды ары қарап ұстап тұрады. Этого пока достаточно болады. Енді не үшін витамин D3 керек деп атырғаным? Себебі осы витамин D3 жаңа мен айттым, сіздің ағзаңызда менопаузаның алдында болатын, менопауза кезінде болатын остеопороз, яғни бұл строительдер азаяды. Строительдер тұрады, бізде кальцийдан тұрады. Осы D3 кальцийді ұстайды, сөйтеді де жаңағы сүйектің ішіне кіруіне ынталандырады. Сонымен қатар, жаңа мен айтып жатырмын, оксидативный стресс, яғни тотығы-тотықсыздану процесінің әсерінен біздің ағзамызда кәдімгі пероксиводород иногда өндіріледі. H2O2. Ол не істейді? Клетканың қабырғасын тесіп тастайды. Соған жақсы әсер етеді осы именно витамин D3. Запись болатын болмайтын мен білмеймін, өтірік айтпай-ақ қояйын. Скорее всего, басында болады деп, по-моему, запись экраны болды, егер өтірік соқпасам. Сонымен қатар, бұл сіздің миыңыздың ішіндегі, жаңағы мен айтып отырған сосудтар бар, эндотелий. Біздің ағзамызда гематоэнцефальный барьер деген нәрсе бар. Яғни, екі түрлі негізі барьер болады бізде. Біреу плацентарный, мамамыздың ішінде жатқан кезде қалаған нәрсе бізге кіріп кетпейді ағзамызға. Екіншісі біздің миымызға. Миымызда бізде гематоэнцефальный барьер, біздің сосудтардың структурасы мида сәл өзгешелеу болады. Эндотелий функциясы бойынша, именно ішкі сосуд бойынша. Соны ынталандыратын эндотелийдің сау болуын осы витамин D3. Сондықтан да жаңа мен айтып жатырмын, күніне 5 рет болатын болса, бұл 2000 болады, 2000-нан 10.000 единица болады. Примерно 2-3 ай қабылдайсыз. Ары қарап күнделікті 2000 единица жеткілікті болады, қыздар. Екінші, омега-3. Маған New Wave-тің омега-3-нің бір ұнайтын жері, бұның ішінде біз омега-3 туралы айтатын болсақ, кстати, бірінші осыдан бастайын, эйкозапентаеновая и декозагексаеновая кислота. Осы екі кислота бізге маңызды.
Омеганың өзінің түрлері бар. 3, 6, 9 және тағы басқа. Бізге маңыздысы только 3. Кейбір кісілер, пациенткалар сұрайды 6 мен 9 ше деген секілді. 6 мен 9-ды сіз өзіңіздің тамақ істеп жатқан оливковый масло, мысалға, кәдімгі пістенің майы, мақтаның майынан 6 мен 9-ды алып жатсыз. Ала алмайсыз, тек осы омега 3-ті ғана ала алмайсыз. Бұны көбінде біз балықтардан аламыз. Екінші, мынау нелерде, өсімдіктерде, тмин дейді ғой, тмин, лен, яғни зығыр, осылардың майында болады. Бірақ өте кішкентай количествода болады. Көбінде бұл балықтардан алынады. Енді тунец, семга, крил и так далее. Екінші момент, омега 3 бойынша, жаңа мен айттым, біздің ағзамыздағы эндотелийдің дисфункциясын, яғни дисфункция деген сөз қабыну процесі деген сөзді білдіреді. Инфекция жоқ, ол жерде сразу айта салайын. Біздің ағзамыздағы жетіспейтін дүниялардың арқасында жаңа айтып отырған эндотелиальный дисфункция болады. Эндотелий зақымдалады деген сөзді білдіреді. Ағзаңыздағы холестерин, триглицерид, липопротеид низкой плотности, высокой плотности, соның барлығы мынау сосудтың астына кіреді, атеросклероз болады, қыздар. Осы атеросклероздың алдын, бұл неге алып келеді? Артериальды қан қысымының көтерілуіне, давление алып келеді, артериальды гипертония. Артериальды гипертония алып келеді бүйректің зақымдануына, бұл инфарктқа, инсультқа алып келеді. Инфаркт пен инсультты айтып жеткізудің де қажет жоқ, ары қарап өлім, былайша айтқан кезде. Адамның өмірінің качествосы төмендейді. Это не болады, паралич болады, парез болады, бір жақтан, сондықтан да осының барлығын алдын алу үшін ең оңайы сіздерге омега 3. Омега 3-тің ішіндегі осы New Wave-тағы эйкоза пентаеновая, декоза гексаеновая кислота двойной дозировкада. Енді қараңыздар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуі бойынша, именно осы артериальды гипертония, мен айтып өтейін дегенім, өте керемет зерттелген бүкіл аурулардың ішінде. Бірақ зерттелген көбінде еркектерде, әйелдерде зерттелмеген. Біз айтатын инфаркт, инсультта, мысалға айтады, сол жүрек тұсым ауырады, сол қолыма беріледі, арқам ауырады, именно осы жүректің тұсы арқа жақта. Ол еркектерде болады. Әйелдерде 80% атипичный болады, яғни нормаға, біздің оқығанымызға сәйкес болмайды. И көбінде әйел адамдарда ауру сезімі болмайды. Әйел адамдар кейбір кезде инфарктты на ногах переносить етеді, яғни жүріп-жүріп ауырады, таңда тұрмай қалыпты деген сөздерді көп естиміз. Сондықтан да соның алдын алу үшін сізге осы омега 3 керек. Негізі омега 3 4 грамм керек, қыздар. Ал мына New Wave-тағы не бойынша, дозировка бойынша сіздерге 2 капсула керек болады. 2 капсуладан 4 капсулаға дейінгі аралықта. Негізі арнайы бұл биологически активная добавка к пище, 1-2 омега 3-дің негізі өзінің лекарственный препараты бар. Ол амакор деп аталады, осы российский препарат. Оның ішінде прям ол дәлелденген, жаңағы мен айтып отырған доказательная медицина бойынша омега 3-дің липопротеид низкой плотности азайтады, липопротеид высокой плотности жоғарылатады, және холестеринді төмендететін эффектілері дәлелденген. Және бұл дәрі ретінде, дәрі деген сөз, яғни испытание жүргізілген деген сөзді білдіреді, омега 3. Сондықтан да айтып отырғаным, 2 және де 4 капсула күніне ішуіңіз керек. Енді сразу 2 капсуладан бастайсыз 1 капсуладан. Омега 3, D3, бұл препарат нені, жаңағы витаминдерді сіздер тамақпен бірге, қыздар, не істейсіздер, қабылдайсыздар. Екінші момент, айтып өтетін момент, бұлар май және де майда еритін витамин болғандықтан, өтініш, өтіңіздің функциясын тексеріңіз. Себебі омега 3-ді, витамин D3-ді ыдыратып, организмге сіңірілуі үшін бізге өт керек, қыздар. Сондықтан да өтіңіздің функциясын, яғни УЗИ органов брюшной полости, жаңа мен айтқан билирубин, айлтайсыны не істейсіз, тексересіз. Енді осы омега 3 бойынша бірінші бастайсыз 1 капсуладан күніне 2 рет. Примерно 1 ай ішесіз, 1 айдан кейін 2 капсуладан 2 ретке көше бересіз. Яғни резко көтермеңіздер. Жарайды ма? Себебі өтте застой болатын болса, сізде осы жаңағы 4
капсуланы бірден ыдырату кішкене қиындау болуы мүмкін. Сол моментте өтіңізбен де айналысасыз, бір айдың ішінде өтіңізді дұрыстап аласыз, сөйтесіз де омегаңыз идеально сіңірілетін болады. Енді айтатын момент, осы омегадан да мықты зат бар, осы New Wave'та, бұл масло крилля. Білмеймін, маған енді өзімнің қатты ұнататын дүнием осы масло крилля. Не үшін? Себебі бұл да негізі омеганың ішіндегі эйкозапентаеновая, декозакисаеновая кислоталар, жаңа мен айтып өтірген. Бұл кислоталар сіздің миыңыздың мембранасы, яғни қабырғасы, стенасы ғой, стенасын құрайды. Бұл нелер? Біз бұны береміз тіпті жаңағы жүктіліктің бүкіл сатысында және баланы емізу кезінде. Міндетті түрде айтамыз. Енді масло крилля бар негізі. Дәл қазір мен өтірік айтпай қойым, продажада бар жоғын білмеймін. До этого масло крилля болды. Масло крилля, криль деген бұл кішкентай планктондар. Тірлік в том, что мен жаңа айттым, омега-3-ді балықтардан аламыз. Балықтардың өмір сүру ұзақтығы ұзақ. Біздің океандарда 1, 2. Балықтардың жаңағы өмір сүру ұзақтығы не үшін маңызды қылып айтып өтіп жатырмын? Себебі бізде мынау космонавтикада және де көптеген океанмен шекараласатын мемлекеттер мусорды неге жібереді? Осы океанға жібереді. Және сол мусорды көп тұтынатын бұл балықтар ғой. Және де балықтың қаншалықты өмір сүру ұзақтығы көп болса, соншалықты ол көп ауыр металдармен уланады дейміз. И осы ең аз өмір сүретін бізде осы криль деген маленький планктондар ғой, кішкентай. Осы крильдарды, по идее, мынау біздің голубой киттар көп пайдаланады, точнее көп жейді. Енді осы масло крилля омега-3-ға қараған кезде активності бойынша 2 және 5 есе өте мықты болады. Сондықтан да омега-3-ді енді орнына мен көбінде масло крилля беретін себебім осы. Себебі бұл ультраформалары омега-3-дің және де более, так скажем, ауыр металдармен көп контактта болмаған ракообразный кішкентай планктондар. Сондықтан да масло крилля это равно омега-3, но более очищенный деп айтайықшы. Тура осылай болады. Бұны да тура 1 капсуладан күніне 2 реттен бастайсыздар, қыздар. Сонсоң 2 капсуладан 2 ретке көшесіздер. Одан кейінгі момент, опять тағы да өте проблема болмау керек, бауырмен проблема болмау керек. Көбісінде бізде кездесетін осы жировой гепатоз және де застой желчи бұл енді әр адамда қазір кезде, но жировой гепатоз болатын болса, міндетті түрде емдейсіздер. Сондықтан да масло бірінші витамин D3-ді қабылдайсыздар, айтып өттім оның дозировкасын, омеганы қабылдайсыздар, сонсоң масло крилля, плюс үшінші момент, бұл жаңа мен айттым, ТТГ-ні тексересіздер деп. Щитовидная железа. Щитовидная железа біздің айттым Қазақстан эндемическая зонаға кіргеннен кейін міндетті түрде йодты қабылдауларыңыз қажет. Не үшін? Себебі щитовидная железа біздің ағзамыздағы метаболизмді басқарады. Омеганы өмір бақи ішеміз, былайша айтқан кезде. Бұл биологическая активная добавка к пище, яғни тамақ ішіп жатырсыз, бұларды ішесіз. Или же сіз аптасына 3-4 рет теңіз өнімдерін және теңіз балықтарын қабылдайтын болсаңыз, омеганы күніне 2 мәрте максимум іше аласыз. Ал егер аптасына балық, теңізді айтып жатырмын қыздар, теңіз және мұхиттың, бұл біз речнойды емес, біздің сазан және тағы басқан емес. Енді қараңыз, егер де оны морепродукты қолданбайсыз ба, онда жаңа 1 капсуладан 2 рет, екінші айда 2 капсуладан 2 реттен және одан басқа жоғарылатып кете бересіздер. Және всю жизнь арғарап қабылдай бересіздер. Сапалы өмір сүрем десеңіз. Енді йод бойынша айтайын деп едім. Йод бойынша міндетті түрде бізде 200 микрограмм йодты қабылдайсыздар. Бұл біздегі New Wave'та 3 впрыск 200 микрограммға сәйкес келеді, 150-ге сәйкес келеді. Яғни кішкентай балаларға 1 впрыск берсеңіз болады, өзіңізге 3 впрыск, және жолдасыңызға тоже сеуіп қойыңыз 3 впрыск, дені сау болсын десеңіз. Жай йодтан ерекшелігі неде? Себебі бұл
органикалық йод болып табылады. Бізде мысалға мынау нелер бар, тоже витаминдар, калий иодид дейміз, яғни йодомарин. Йодомарин бұл ненің біздің жаңа New Wave-тың ерекшелігі органикалық, яғни ешқандай химиялық артық қоспа жоқ. Табиғи теңіздегі, мұхиттағы ламинарилардан жасалған. Бұны күніне 3 впрыск себесіздер. Желательно йодты міндетті түрде таңғы уақытта сепкендеріңіз абзал. Таңғы уақытта өте жақсы сіңіріледі йод. Және де йодты натощак себесіздер. Ал витамин D3, омега-3, кешірім сұраймын, масло крелия бұны тамақпен бірге немесе тамақтан кейін. Себебі тамағыңыздың құрамындағы май аузыңызға түскен кезде ары қарап сіздің өтіңіздің былай жиырылуын ынталандыратын холецистокинин деген веществоны бөледі. Сол кезде өтіңіз өт бөледі, өт қапшығы. И ары қарап ішіңізге түскен, кешірім сұраймын, өнекелшекке түскеннен кейін омега-3, D3 және де масло крелия ары қарап ыдырайды и активны формада сіздің ағзаңызға сіңіріледі. Сонымен қатар бұл ненің ішінде, йодтың ішінде витамин С бар. Және де бұл витамин С не үшін қажет? Жаңа мен айтып отырған оксидативный стресстағы ең мықты антиоксидант бұл витамин Е, ең бірінші, витамин С, витамин D3. Ең мықты антиоксиданттар болып табылады. Витамин Е мен D3 сізде қосымша бірге қосылған түрінде, ал мынау йодтың ішінде сізде витамин С бар және де йодыңыз бар. Сондықтан да айтып жатырғаным, ең мықты антиоксиданттар идеальный прям комбинация жасалған. Сондықтан да күніне 3 впрыск жеткілікті болады қыздар, сіздер үшін. Не істейді? Міндетті түрде мен айттым жаңа, йод бүкіл метаболизмді жақсартады. Метаболизмнің жақсаруы сіздің азуыңызға да әсер етеді. Екінші, бұл сіздің жаңағы гематоэнцефальный барьеріңізден өтеді. Соның арқасында сізде когнитивный процесс, есте сақтау, концентрация, өз-өзіңізді былайша айтқанда жақсы сезіну, энергия, бодрость, осының барлығын жақсы береді. Әрине, концентрацияңыз жақсы, вниманияңыз жақсы, настроениеңіз жақсы болатын болса, керемет емес пе? Себебі менопаузаны ерте болуына алып келетін факторлардың бірі бұл стресс. Маған келген пациенттердің 100%-ында, прям кәдімгідей нақты уверен айта аламын, 35 жас пен 40 жастың аралығындағы қыздардан осы етеккіріңіз тоқтайтынның алдында қандай стресс болды деген кезде тіпті датасына дейін айтып бере алады. Менде нандай жағдай болды деп. Сондықтан да айтатын себебім, бізге осы стрессті азайту керек, және де жетіспейтін заттарды уақытылы толтырып отырғаныңыз абзал. Және қыздар, бүгін айтып өтейін дегенім, бізде осы промо болып жатыр. Яғни өте мықты скидкамен ішінде иммунобустер, Happy Wave, және де егер шығарып жібересіздер ма экранға промо бойынша D3 подарыққа беріледі. Кстати, иммунобустер туралы тоже айтып кетейін деп едім. Иммунобустер бұл бізде кардицепс деген саңырауқлықтан жасалады. Негізі иммунобустерді урологтар тестостеронды ынталандыру үшін береді. Мен өзімнің пациенттеріме осы иммунобустерді беремін. Не үшін? Либидоны көтеру үшін. Бізде әйел кісілерде 35 жастан басталғаннан кейін андроген дефицит болады. Яғни тестостеронның деңгейі бізде де төмен түседі. Тестостерон бұл неге жауап береді? Тестостерон бұл ең бірінші либидо, яғни жыныстық қатынасқа деген сіздің желаниеңіз, хочунчиктеріңіз, былайша айтқан кезде. Екінші, бұл мышечный массаңыз. 35 жастан кейін байқасаңыздар, біздің салмақ тастауымыз өте қиын болады, ал салмақ жинау бұлай оп-оңай болады. Сондықтан да үшінші концентрация, тестостерон бұл внимание.
осының барлығын ынталандыру үшін бізге тек қана иммунобустер керек. Иммунобустерді күніне 2 мәрте қабылдайсыз. 1-2 тестостероныңыз жоғарылатады. Екінші момент, бұл белок, былайша айтқан кезде. Яғни кардицепс бұл саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтар бұл белок содержащий, белогы жоғары структураларға жатады. Сондықтан да екпен бірдей. Белок бойынша, сондықтан күніне 2 мәрте осы иммунобустерді де қабылдайсыз. Себебі сіздегі тестостеронның деңгейі жоғарылайтын болса, тестостероннан эстрогеннің конверсиясы жоғарылайды. Қыздар, түсіндіре алдым ба? Мында жазылып тұр, әрине өздеріңіз оқысаңыздар да көріп отырғандарыңыздай, витамин D3 сізге подарокке беріледі. Бүгін егер тіркеліп кететін болсаңыздар, айналдырған бар жоғы 68.000 теңге, атак 75.700 теңгеге аласыздар. Сондықтан лимитированно алып үлгеріңіздер, қыздар. Как раз D3 бар, ішінде иммунобустер бар, йод бар. Былайша айтқанда менопаузаға мықты дайындықпен барасыздар. Басқа еш нәрсенің қажеті жоқ. Енді сұрақ жауапқа көшсек, қалай қарайсыздар? Қарсы емессіздер ме? Просто тоқтап қалғаным әшейін. Тыквабум. Тыквабум негізі ең мықты, бұл хитозан, ең мықты противопаразитарный, және де біз ненің асқабақтың дәндерін өтті жаңа холецистокининді бөлуге ынталандыратын зат ретінде қолданамыз. Көбінде тыкваны бұрыннан бері, енді атам заманнан бері, как антипаразитарный дәрі, былай тепе-тең ретінде қолданып келеді. Сондықтан да тыквабумды өттің застойына да ішсеңіз болады, және де противопаразитарный, противогельминтный терапияның құрамына кіргізсеңіз де болады. Омега-3 қанша ішу керек? Жаңа айттым, омеганы бастайсыз, бастаған кезде 1 капсуладан 2 рет, 1-2 айдан кейін 2 капсуладан 2 ретке көшесіз. Фемастонды неше жыл ішсем ішуге болады? Түсінбедім, зампонять чем деген сөзіңіз түсінбедім, ренжімеңіз. 1 впрыск деп сіз, скорее всего, нені айтып жатырсыз? Жоқ, 3 впрыск болады, йод бойынша. ТТГ жоғары болатын болса, қараңыз, зависит қаншалықты жоғары. Нормада 4-2, 4-5-ке дейін кейбір лаборатория бойынша. Егер де 4,5-5 болатын болса, иә, күніне жаңа біз айтып отырған 3 впрыскты қолданасыз. Себебі эндокринологтар ендігіде Назгүл ханыммен болады, как раз, скорее всего, осы йод бойынша шығар. Йод бойынша болу керек, естіліп тұрма? Зоб кезінде, гипотиреоз кезінде не всегда эндокринологтар сразу гормональный терапиядан бастайды, эучерокстан бастайды. Не всегда. Бастаймыз только в основном бір случайда, бұл когда әйел кісі осы 6 айдың ішінде мен 2 қабат болам деген кезде ғана, біз көбінде бұл резко показание болады. А қалған моменттерінде эндокринологтар селен, цинк плюс йодты да не қылады, йод назначать етеді. Және де йодты тексермей-ақ іше берсеңіз болады. Оған ешне жоқ, только ТТГ-ны ғана тексересіз. Нормада ТТГ-ңізді біліп қойсаңыз жеткілікті. Йодты қабылдайсыз примерно 3-4 ай. Сізге осы нәрсе жеткілікті. Стрессті азайтатын рабочий метод айтып өтейін. Біреумен ренжістіңіз, или өзіңізді жаңағы не то сезіндіңіз, яғни дем алу методын қолданасыз. Яғни бір дем алғанда 2 рет демаласыз деп терең және 4 секунд ұстап отырасыз. Не үшін? Тура осылай демалу біріншіден гипоксияны тоқтатады және кортизолдың уровень төмен түсіруге әсер етеді. Сонымен бірге демалған кезде сіз былайша айтқанда басқа ойды ойлап қуып кетпейсіз. Именно демалу даже медитацияда да керемет әсер етеді. Дальше уже медитацияға көшесіз. ТТГ жоғары болса, йод ішуге болады. Так,
жеке консультацияға жазылсаңыз болады. Бізде жаңағы общий неде менің номерім бар, сол арқылы неғыласыз жазылсаңыз болады. Набордың бағасы айналдырған 68 мың теңге, кешірім сұраймын. 3 зат ішінде Happy Wave, йод және де иммунобустер, ал D3 в подарок. Ну, менің ойымша 68 мыңға стоит. D3-дің өзі де стоит, ең бірінші. Так. Айт кезде гипотиреозға омега D3 ағзаңа да сіңеді. Аутоиммунный тиреоидит кезінде, енді өтірік айтпай қояйық, біз йодты кішкене с опасением береміз, сразу айтайын. Бірақ та омега 3, D3 міндетті түрде ішесіз. Не үшін? Аутоиммунный тиреоидит деген сөз сіздің ағзаңыздың маленький армиялары өзін өзі атаковать етіп жатыр деген сөзді білдіріледі. Осы воспалительный процесті азайту үшін біз именно омега 3-ді береміз. Иммунобустерді қараңыз, жүкті әйелдерге бермейміз, ал бала емізіп жүрген кезде іше аласыз. Не үшін? Себебі жүкті әйелдерде бізде гормондардың итакты деңгейі 50-ден және 1000-ға дейінгі есе жоғарылап кетеді. Ал біз иммунобустерді не үшін береміз? Осы гормонды жоғарылату үшін. Сізде итакта жүкті болсаңыз, гормоныңыз жоғарылайды. D3 балада көтеріліп кетсе, не істейсіз? Тоқтатасыз. Болды. Басқа еш нәрсе істемейсіз. Өт жоқ анамда, омега ішсе болады ма? Болады. Тура жаңағыдай. Бірінші бір капсуладан 2 реттен ішіп бастайсыздар. Black Wave ішіп, құлақтары, мойындары қызарып кетіп тұр. Қараңыздар, бізде аллергиялық реакцияны ешкім не отменил. Сондықтан бірінші көріңіз. Қызарып кетсе, ол жер қышиды ма, қышымайды ма, соны да көресіз. Аллергияда қызарады, бөртпе болып ісінеді, және де қышынады. Егер олай болатын болса, Black Wave-тің кейбір моменттерде аллергия беруі мүмкін. Түтігі жоғары болса, йод болады. Жасым 43-те, гормондарым в норме, етеккір үнемі кешігіп келеді. Неден болуы мүмкін? Қараңыздар, қыздар, осы етеккір туралы айтып өтейінші. Етеккір нормада келуі керек 3 күннен 17 күнге дейін. 3 күн келеді, немесе бір адамдарда 4 күн, 5 күн, 6 күн, 7 күнге дейін келуі норма болады, қыздар. 2. Етеккір кезінде салынатын прокладкалар туралы айтып кете салайын. Етеккір кезінде кейбір кісілерде өздері үшін норма оларға. Айтады, мен түнде 2 рет тұрам, 3 рет тұрам. Не үшін? Прокладканы ауыстыру үшін. Бұл норма емес. Сразу айтайын. Түнде сіз 2-3 мәрте прокладканы ауыстыратын болсаңыз, яғни ол толып кетті деп біз гинекологтар болжамдаймыз, ол қан кетіп жатыр деген сөзді білдіреді. Түсіндіре алдым ба? Бір етеккір, сізде етеккір 3 күн келеді, может 7 күн келеді. Сіз табиғи қан жоғалту, бұл 60 және де 80 мл-ға дейін болуы қажет. Яғни, сіз әр 2-3 сағат сайын прокладка ауыстыратын болсаңыз, сізден қан кетіп жатыр деген сөзді білдіреді. Бұл 1. 2. Енді екі етеккірдің арасы 21-35 күн болады. Және ол мысалға қараңыз, кейбір адамдарда айтады, алдыңғы айда менде 1 ноябрь келді, потом осы моментте декабрьде, например, 5 декабрь келіп жатыр. Менде регулярный емес дейді. Жоқ, ол регулярный. Сізде екі етеккірдің арасындағы интервал 21-35 күннің арасын құраса, керемет, қыздар. Еш нәрсе іздемейміз. 3-ші момент. Етеккір ауру сезімінсіз болуы қажет. Ой, мен ношпа ішемін, андай ішемін, қыз кезімнен сондай. Жоқ, ол патология. Етеккір нормада ауырмай келеді, сіздің өміріңіздің качествосы төмен түспейді. Кейбір моментте кейбір қыздар даже больничный аштырады. Ол патология. Либо воспаление болып жатыр, либо эндометриоз болып жатыр деген секілді.
Застой желчиді қалай кетіресіз? Застой желчиді бірінші дұрыс тамақтанасыз. Ішінде, опять же, тамағыңыздың құрамында гарвардская тарелка деген болады. Назгүл ханымға міндетті түрде айтамын, осы туралы айтыңыз деп. Ішінде көкөніс болады, белок болады және май болады. Сізде организміңізде егер май түссе, өт бөлінеді. Бір, екі. Өт бізде нормада бөліне береді. Сізде біз айтады, мысалы, жоғары жақта бір кісі жазды ғой, мен өтін алып тастаған депші. Бізде екі түрлі өт болады. Біреуі концентрированный өт, біреуі особо не концентрированный өт. Концентрированный өт бұл өт қапшығында болады. Нормада сізде 600 мл, 800 мл-ға дейін өт өндіріледі организмде бізде. Бірақ мынау концентрированный май ағзаға түседі. Май ағзаға түскеннен кейін, былай қарасаңыз, сіздің қаныңыз су. Осы суда еритін жағдайға дейін жеткізу эмульгация деп аталады. Соны жасайды, осы өт жасайды. Ал именно мықты жасайды, осы концентрированный өт жасайды сіздің өт қапшығыңыздағы. Өт қапшығыңыздағы өт дұрыс жүрмеуі мүмкін. Ең бірінші, бұл сізде гиподинамия болса. Яғни бізде көбінде сидячий образ жизни, Бұлай тура отырмын ғой, қазір мен тура осылай отырамыз. Екінші, бұл сіздің неңізде, тамағыңызда жаңағы омега-3 айтып жатырмын, трилді айтып жатырмын, D3-ді айтып жатырмын, яғни майдың аз болуы да играет роль. Ең бірінші, жүруді бастаңыз. Екінші, майды қосасыз тағамға, және де осы жаңағы майды, витамин D3-ді, омеганы, крил, или же крил, конечно же. Екеуін бірге емес, или крил, или омега. Екеуін біреуін қосып бастайсыз, жайлап өтіңіздің застойы кете бастайды. Өтте тас болса, омега сіңеді, қорықпаңыз. Тағы да айтып жатырмын, бізде есть общий проток бар өтте. Бауырдан өт шығатта 12 елшекке құяды. Және жарты жолда бізде өттің несі болады, қапшығының жаңағы жолы болады. Общий проток арқылы бізге более-менее концентрированный жаңағы өт барады. Амнаяқта супер концентрированный. Более-менее концентрированныйдың өзі де сіздегі омегаңыздың ыдырауына әсер етеді. Болады. Өтте тас бар, ауырмайды, омеганы ішуге болады. Black wave, оны давайте келесіге қалдырайықшы. Жарайды ма? Отдельно тағы да айтып берем. Жировой гепатозға не ішесіз? Қараңыз, жировой гепатозға жаңағы осы black wave ішесіздер және happy wave ішесіздер. Бірінші момент. Енді қараңыз, жировой гепатозды сіз бастайсыз ең бірінші азудан. Бізде қазақтарда керемет әдемі сөз бар, семіздікті қой көтереді дейді. Яғни адам көтере алмайды. Физически и там психологически, морально, этически деген секілді. Бізде іш май деген дүние болады, және де жүрегін май басыпты деп айтады қазақтарда. Тура осы секілді бауырды май басуды біз жировой гепатоз дейміз. Қалай бастаймыз? Ең бірінші біз азудан бастаймыз. Инсулина резистентностьті төмендетеміз, қыздар. Содан кейін барып қана жировой гепатозды жайлап кетіреміз. Егер жировой гепатоз кетпесе, ол ертең фиброз болады. Фиброз цирроз болады, цирроз ертең раққа айналады. Сондықтан да бауырдың жетіспеушілігін қазірден бастап жировой гепатозды қойды ма, қойғаннан бастап емдегеніңіз абзал болады. Мына жерде Аманова Баян дейді. Мен сізге ТТГ 83 және АТПО 1135. Қараңыз, бұл жерде йодты пока ішпейсіз. Сіздің случайыңызда это аутоиммунный тиреоидит. Сондықтан йодты ішпейсіз, D3 ішесіз, омега-3 ішесіз, және де Назгүл Бектеновнаның консультациясына жазыласыз. ТТГ жоғары болса, қыздар, йод іше бересіздер. ТТГ төмен нормадан дейді. ТТГ-ның нормадан төмен болған көрмеген. Бір, екі. Егер ТТГ нормадан төмен болатын болса, свободный Т3, свободный Т4 және де АТПО тексересіз. Міндетті түрде. Железа қай уақытта шығады дейді. Железаны түсінбедім мына жерде. Железа жаңа астында, железа, нені айтсаңыздар, темір. Детокс программаға не алуға болады? Қараңыз, детоксқа именно осы Black Wave аласыздар, және Ion Wave кіреді ішіне. Не үшін? Ішіндегі гуминовая кислота, СССР кезінде именно осы гуминовая кислотаны осылардың ішіндегі противопаразитарный
және де бауырдағы детоксикация функциясын жақсарту үшін пайдаланатын. Және осыны біз қазір IV терапияда да қолданамыз. IV терапия деген сөз, яғни система арқылы бауырдың өзінің 2-3 этапты детоксикация функциясы бар. Соны осы жаңағы гуминовая кислотаның основасында жасалған препараттардың саламыз да организмге. Ал сіздің жағдайыңызда жировой гепатозда жаңағы ион уэйвті, кешірім сұраймын, блэк уэйвті қолдана аласыз. Өтірік өксіп жүргендер жоқ, йод қабылдай алмайсыздар. Иә, менопауза басталғалы бері 3 жылдан асса, айтқан дозаны іше бересіз. Ол міндетті түрде. Аутоиммунды ауруларға бад ішуге бола ма? Иә, болады, бірақ қандай аутоиммунный ауру? Егер де аутоиммунный тиреоидит болса, йод ішпейсіз, D3 ішесіз, омега ішесіз, және де ішесіз ион уэйв немесе блэк уэйвті. Іш қату бойынша осы айтып өтетін болса, қыздар, бірінші, щитовидная железаны тексересіз. Екінші, балада анемия бар ма, жоқ па, соны тексересіз. Үшінші момент, уже микрофлора және гиподинамияға байланысты болады. Яғни, баланы гиподинамия, яғни отырып бір орында артық қозғалмау ғой, былайша айтқан кезде. Соны дұрыстайсыз. Егер о жағы идеальный болатын болса, су қосасыз, және пробиотик. New Wave-тің ішінде бифидобактериялары өте жоғары деңгейде, концентрациясы өте мықты бифидобактерия бар. Соны алсаңыз болады, күніне 2-ақ мәрте бересіз. 6 жасар балаға 1-ақ мәрте бересіз, себебі ол 6 жастағы бала үшін 1-ақ капсула жеткілікті болады. Соң жаңағы щитовидная железасын тексеріңіз. ТТГ, общий анализ крови, ферритин. Этого достаточно. Скорее всего, проблема с щитовидной железой. Щитовидная железаның бір маскасы гипотиреоздың бұл іш қату болып табылады. Бір айда 24 килограмм балық жеймін дейді. Қараңыз, ол қандай балық? Опять тірлік мынада, ол речной или же ол жаңағы мұхиттағы немесе теңіздегі балық. Ол екеуі екі түрлі. Речноймен салыстырмаңыздар. Мен море продукты айтып жатырмын. Қараңыз, ет жемейтін 4 жасар балаға ең бірінші тәтті тағамдарды алып тастайсыз. Мүлдем столыңыздан өзіңіз де тәтті тағамдарды алып тастайсыз. Себебі, скорее всего, бала белок употреблять етпесе, тәтті тағамдарды бірінші употреблять етіп жатыр деген сөз. Құлағы қышып тұрса, я блэк уэйв тоқтатасыз, потому что аллергическая реакция беріп жатыр. Август айында келген соң спиралімді алдырған едім, келмей қалды. Тексерілесіз, УЗИ органов малого таза өтесіз. Соның ішінде бізде матканың ішіндегі эндометрий деген қабат бар. Соның қалыңдығы керек. Егер соның қалыңдығы 0,5 және одан төмен болса, я, скорее всего, сізде еттеккір жақын арада келмейді деген сөзді білдіреді. Егер 0,8-ден жоғары болса, примерно 2-3 аптаның ішінде келеді. Бауыр ұйқы безді май басқан, климакс гипотиреоз аид. Значит, бастайсыз неден? Салмақты азайтудан бастайсыз. Ең бірінші. Сіздің случайыңызда детоксикация функциясы кішкене страдает. Соны бірінші дұрыстайсыз, блэк уэйвті ішесіз, міндетті түрде. Соң примерно 3-6 айға дейін ішесіз. Омега-3, D3-ді қосасыз. Аид кезінде біз йодты кішкене аидтың, точнее, АТПО-ның және де ТТГ-ның деңгейіне қарап береміз. Қараңыздар, қыздар, етеккір келмей жүрсе, бізге гинеколог ретінде етеккірдің келгені келмегені не важно. Гормональды терапия кезінде біз норма, жаңа айттым ғой, нормада 45 және 50 жасқа дейінгі аралықта етеккір келуі керек, және содан бастап тоқтауы керек дедік. Біз, яғни гормональды терапияда алғашқы 40 жаста тоқтап қалса, 50 жасқа дейін сізде етеккір келетін дозадағы гормондарды береміз. Или 45 жасқа дейін. Потом жайлап етеккір келмейтін, бірақ сіздің болезнь систем кровообращения, инфаркт, инсульт, онкология, остеопороз, соның алдын алатын минимальный дозадағы гормондарды береміз, на фоне которого етеккір келмейді. Сондықтан да ол жасыңызға байланысты, қыздар.
иә, йодты профилактика үшін жаңағы 3 впрыск жасайсыз. Қараңыз, бауырда киста бар дейді. Бірінші кистаны білесіз. Қандай киста? Бауырда ең көбінде паразитарный киста болады. Сондықтан да бірінші соны біліп аласыз. Екінші, нелерге гельминттарға анализ тапсырасыз. Егер де бәрі идеальный болатын болса, Black Wave-ті іше берсеңіз болады. Егер де там эхинококок и так далее болатын болса, прям противопаразитарная терапия, плюс еще оперативное лечение де болуы керек. Жеке консультация жазылғанға менде жаңағы общий неде не бар, бақытты отбасыда номерім бар, сол жерге жаза берсеңіз болады. Маткада киста болмайды, қыздар. Маткада болады. Матка бұл мышечный орган болғаннан кейін маткана миома болады, либо эндометриоз болады. Ал оны миоманы толықтай кетіріп тастау мүмкін емес, оны оперативным путем, ал эндометриозды емдеуге болады. Так. Осы номер арқылы қабылдауға жазылсаңыздар болады. Екі яичникте киста бар дейді. Осы киста туралы айтайын дегенім. Қараңыздар, бізде нормада көп қыздар там киста анықтап атады УЗИ кезінде ше. И сөйтеді да там 1045 препарат ішіп жүреді. Нормада иногда қыздар бізде киста болады. Киста біз байқамаймыз. Ол өзі жарылады, өзі кетеді. Оны фолликулярная киста немесе де тағы екінші вариант бар, киста желтого тела деп аталады. Кейбір кездерде болады, осы циклда менде қан өте көп келді, етеккір көп келді деп айтады. Себебі осы киста иногда болады, етеккірді көп келуін ынталандырады. Киста пайда болған кезде, міндетті түрде бір образование пайда болған кезде, сразу айтайын, біз қорқамыз яичникте онкологиядан. Сіз 19-дағы қыз болсаңыз да, 25-тегі әйел кісі болсаңыз да, 50-дегі әйел кісі болсаңыз да, онкомаркер СА125, кәдімгі СА125. Осы онкомаркер тапсырамыз. Осы онкомаркер 35-ке дейін болса, идеально. Значит, қорқатын дүние жоқ. Екінші, УЗИда кистаның түрі анықталады. Фолликулярный, эндометриоидный, желтого тела киста, там цистаденома, дермоидная, тератома деген секілді. Соған сәйкес леченияда бөлінеді. Эндометриоидный кисты. Эндометриоидный кисты бұл эндометриоз деген аурудың яичникте пайда болған түрі. Не істейсіздер? Бұл жерде лечение гормональный болады, және де эндометриоидный кистаның размеріне сәйкес болады. Қараңыз, 48 жастамын дейді, 49 жастамын. Мынау, по идее, классика жанра. Именно сіздегі. Эндометриоз бойынша ота жасаттым. Көбінде эндометриоз бойынша операция жасалған кезде бұл яичникке жасалады. Қыздар, егер сіздерде яичникқа операция жасалған болса, міндетті түрде до және де после операции антимиллеровый гормон тапсыруды ұмытпаңыздар. 2. Әр яичникке жасалған операция бұл сіздің фолликулдарыңыздың санын, авариальный резервті төмендетеді. Яғни менопаузаны жақындатады деген сөз. Не істейсіз? Сіздің случайыңызда міндетті түрде менопаузальный гормональный терапия береміз. Витамин D3 ішесіз. Бастапқы кезде 5 впрысктан примерно 1-2 айдай, потом 1 впрыскқа көшесіз. Омега-3 ішесіз или масло креля и иммунобустер. Иммунобустер либиданы жақсы көтеріп береді. Осы нәрселерді ішесіз, ең бірінші. Егер де плюс еще сізде ожирение болатын болса, яғни артық салмақ болса, артық салмақты төмен түсіруден қосамыз осы моментте. Климакс бар ма, жоқ па, қандай анализ тапсырамыз? Ең бірінші, жаңа мен айтып өттім, точный анализ антимиллеровый гормон, етеккірдің 2-3 күні. Ал
Плюс еще ФСГ және ЛГ деген гормондарды тапсырасыз митекірдің екінші үшінші күні. Антимюллеровый гормон негізі біз айтамыз бірден жоғары болу керек. Қаншалықты сізде жасыңыз жас, точнее, жасыңыз жас болатын болса, масло масляный болып кетті ғой. Яғни жас болатын болсаңыз, АМГ жоғары болады. Жасыңыз жоғары, сәл, извиняюсь за это слово, кәрі болатын болсақ, біздің АМГ-мыз төмен болады. Сондықтан АМГ-ның деңгейіне қарап та біз иногда айтамыз. Түсіндіре алдым ба? Плюс еще УЗИ органов малого таза өтесіз. Не үшін? Себебі яичниктағы фолликулдардың санын қыздар неғыламыз? Анықтаймыз. Миома бар 6,5 сантиметр 52 жаста. Миомаңызды алып тастаңыз оперативным путем. Себебі 6,5 маткаңыздың өзі сіздің 52 жаста, скорее всего, менопауза, өзі айналдырған 4 сантиметр. Қасына мынандай болып миома тұр. Яғни кіші дәретке көп барасыз, недержание мочидың да себебі осы болуы мүмкін, или іш қатудың себебі осы миома болуы мүмкін. Сондықтан да алып тастағаныңыз абзал болады. Қараңыз, холестерин 10-ға көтеріледі. Холестеринді бірінші түсіресіз. Холестеринді 10-ға көтерілген кезде міндетті түрде біз дәрі қосамыз. 2. Липидный спектр деген дүние болады. Липопротеид низкой плотности, высокой плотности, очень низкой плотности және де триглицерид. Осыларды анықталу керек. Себебі холестерин бұл общий осының барлығының көтерілуін білдіреді. Точно либо триглицерид үшін басқа дүние береді, липопротеид низкой плотности үшін басқа дүние береді. Және де кешірім сұраймын, менопауза кезінде метастаз на кишечник. Метастаз на кишечник болған кезде сізге D3 міндетті түрде ішкеніңіз дұрыс, омега-3 ішесіз. Иммунобустер жоқ, сізге пока болмайды. ТТГ-ның 83 болуын, түсірілуін омега-3 көмектеспейді. Сіздің случайыңызда, егер АТПО-ға қараймыз, АТПО-да жоқ болатын болса, яғни нормада болатын болса, я йод или же заместительная гормональная терапия. В вашем случае заместительная гормональная терапия эутерокс беріледі, ол болмайды. Так, бүйректе тұз бар, не ішсе болады? Бүйректегі тұз бойынша айтатын болсақ, бұл мочекислый диатез или же песок деп аталады. Ол көбінде болады бізде кальцийді дұрыс таңдамағандықтан. Көбінде біз ішетін кальцийлар карбонатный, гидрокарбонатный түрлері болады. Негізі самый идеальный цитратный формасы. Ал мына тұзды кетіру үшін суды көп ішесіз, бірінші. Екінші, магний цитратный формасын ішесіз. Магний лимонный кислотамен қосылған ашылачивает сіздің организміңізді. Плюс еще осы моментте сіз можете, Нью-Ойфта не бар бутылкашы, сол бутылка ашылачивает сіздің ағзаңыздағы қаныңызды. И именно не мочекислый диатез, песоктар, когда окисление болған кезде жұмыс жасайды да, лимонная кислотамен қосылған магний плюс еще жаңағы бутылка ашылачивает. Ашылачивать еткен кезде жаңағы нелер тұздар еріп сыртқа төмен түседі. Эутерокс 75 ішесіз, АТПО 1135. Значит, эутерокстың дозировкасын сіз эндокринологпен бірге неғыласыз, дұрыстайсыз. Йод түске болмайды. Жировой гепатозға сіз ішесіз D3, омега-3, Black Wave, плюс еще ішесіз міндетті түрде Black Wave-тан кейін благополучный жай Ion Wave-ға кетесіз. Иммунобустер болады миома кезінде. Себебі миома как таковой гормондарға әсер ететін доброкачественное неге жатпайды. Доброкачественное образование, бірақ гормондар как таковой қатты әсер етпейді. Осымен қыздар жайлап жиналсақ, қалай ойлайсыздар? Тағы да ендігі панкреатитті емдейсіз, Ақмарал. Панкреатит кезінде міндетті түрде өтірік айтпай-ақ қояйын, ешқандай БАДы болмайды.
Не үшін? Себебі ол сіздің ұйқы безіңіздің ферменттерді бөлу процесі кішкене кешеуілдейді. Сондықтан бұл кезде міндетті түрде дәрілік заттармен емделесіз. Ендігі сабақ бұйыртса, осылай әйелдердің былайша айтқанда ағзасына қатысты моменттерді алда да мен және де Назгүл Бектеновна екеуміз бірге ары қарап осы керемет үрдісті жалғастырып отырамыз деген ойдамын. Ендігі апта менің ойымша Назгүл Бектеновна как раз не бойынша, ожирение бойынша или же гипотиреоз, яғни щитовидка бойынша лекция сіздерге оқиды. Енді қай нәрсе сіздердің былайша айтқанда жанды жерлеріңіз, соны жазсаңыздар болады. Біз сол бойынша сіздерге дайындаламыз. Как раз мына айтасыздар ғой жаңағы жировой гепатоз, ожирение, салмақ тастау. Осыны, чтобы бір неде сабақта сіздермен бірге талқылап, чтобы сіздерге дұрыс түсінікті ақпарат бере білсек дегеніміз ғой. Сондықтан да қыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге де өте көп үлкен рахмет.